Әлемдегі ең үлкен 10 түрлі ит. Ең үлкені арыстанмен талас алады екен. Білесіз бе? Әлемде біздің төсегімізден де үлкен иттер бар екен. Бұл иттер үлкен денесімен иелерін қауіпсіз сезіндіреді. Сонымен қатар олар адал және сүйкімді. Бұл қасиеттерімен олар адамдардың ең жақсы досы етеді. Бүгін әлемдегі ең үлкен 10 түрлі ит түрін бірге қарастырайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. 10-шы неаполитандық мастиф. Неаполитандық мастиф көлемі жағынан үлкен және күшті итальяндық мастиф иттерінің ірі тұқымы. Салмақ мөлшері 50-70 кг, биіктігі 60-75 см. Арғы тегі ежелгі Рим дәуіріне жататын малусос итінен бастау алады. Иттің күші өте зор. Арнайы өсірілген жауынгер ит екенін, сонымен қатар күзетші ит екенін байқауға болады, және арба сүйрейтін жүк көтеретін ит. Дегенмен суретші Пиро Сканчани 1946 жылы ғана бұл тұқымды сақтау шараларын жүзеге асыра бастады. Ол оның өмір сүруіне және көбеюіне көмектесу үшін ит өсірушілер клубын құрды. 1956 жылы ол халықаралық кинологиялық федерацияның толық мойындауына ие болды. Оның басынан мойынға дейін көптеген қабаттасып тұратын терілері бар. Оның терісіндегі жөндері қысқа тегіс болып және қалың келеді. Көптеген елдер мен аймақтарда оларды қауіпті немесе агрессивті ит деп қарайды және бағып өсіруге шектеулер қояды. Ең алдымен таңдауға алынатын түстері қара сұр және ашық сұр, бірақ жаңғақ, грей және изабелла түстері де әдемі көрінеді. Неаполитандық мастифтің өмір сүру ұзақтығы 10 жылға жетуі мүмкін. Британдық сауалнама оның орташа өмір сүру ұзақтығы 7 жыл екенін және олардың шамамен 16% 9 жасқа дейін өмір сүре алатынын көрсетті. 9-шы Ньюфаундленд иті. Ньюфаундленд шыққан елі Канада болып табылатын үлкен жұмысшы ит. Геномдық талдау Ньюфаундленд иттерінің ирландиялық су спаниелдерімен, лабрадор ретриверлерімен және бұйра қапталған ретриверлерімен туысқандығын көрсетеді. Тек қара және қарала түстер православиелік түстер болып саналады. Олардың жалпақ табандары және су өткізбейтін жүндері бар. Ересек еркектерінің салмағы әдетте 60-70 кг, ал ұрғашының салмағы 45-55 кг, иық биіктігі әдетте 56-76 см. Биіктігі 1 метрге дейін, салмағы 120 келіден асатын алып Ньюфаундленд иттері бар екені белгілі. Олар алғашында Ньюфаундлендтегі балықшылар үшін жұмысшы иттер ретінде пайдаланылған және олар табиғи түрде жүзуге жақсы және суда құтқару жұмыстарына өте шебер. Денесі үлкен, ақылды және өте күшті. Бірде Ресей президенті Владимир Путин оны 10 жасар қызға сыйға тартты. Оның сабырлы, адал және мойынсұнғыш мінезі оны тамаша жұмыс істейтін ит қылады. Оны алып адам және мырза деп атаған. Халықаралық питомник клубы олардың мінезі тәтті, өреген дауысы төмен екенін айтады. Оларды күшік кезінен тәрбиелесе, оларды оңай үйретуге болады. Олар үйде балалармен өте жақсы шығысады, бірақ олар үлкен болғандықтан денелері сәбилерге зақым келтіруі мүмкін. Олар ерекше жақсы серік бола алады және жақсы күтуші иттерден болады. Олар басқа жануарлармен де бейбіт қатар өмір сүре алады. Осыған қарамастан көптеген қалаларда оның үлкен денесіне байланысты ол әлі күнге дейін қалада ұстауға тыйым салынған ит тұқымы ретіндегі тізімінде. Ньюфаундленд иттері негізінен 8-10 жыл өмір сүреді. Олар жамбас сүйектерінің туа біткен ауруларына, шынтақ сүйектерінің ауруларына және уретральды тастарға, сонымен қатар генетикалық ақаулардан туындаған субаорталық стенозға бейім. Бұл ауру оларды кенеттен өлімге және ерте өлімге әкелуі мүмкін. Суда құтқару саласында Ньюфаундленд иттері жұлдыздарға жатады. Ньюфаундлендтік белгісіз ит 1815 жылы Наполеон Бонапартты құтқарғандықтан танымал болды. 8-ші түрік қангал иті. Қангал шопан иті деп те аталатын түрік қангал иті ірі малды күзететін дәстүрлі түрік ит тұқымы. Бұл сорттың атауы Янвас провинциясындағы Кангал қаласынан шыққан. Ересек қангал итінің бойы шамамен 72-86 см, салмағы шамамен 41-66 кг, жүгіру жылдамдығы сағатына 51 шақырым, дене бітімі мықты, бұлшық еттері жақсы дамыған, қимылы икемді, иесіне адал және күшті қорғаныс инстинкті бар. Бұл Түркияда ұлттық қазына ретінде қарастырылады және Қытайдағы пандамен бірдей мәртебеге ие. Бұл Түркияда бірінші дәрежелі қорғауға алынған жануар және әлемдегі ұлттық қазына ретінде қарастырылатын жалғыз ит тұқымы. Қангал иттері көлемі жағынан ең үлкен болмаса да өте күшті. Кей жерлерде әлі күнге дейін итталас жарыстары өткізіліп тұрады. Ал қангал иттерінде оқтын-оқтын итталас алаңдарына қожайындары алып келеді. Дегенмен бұл жауыз жарыстарға жол бермеу керек.
Қаңғал итінің аяқтарының таңғажайып күштілігіне байланысты, ол өзінен әлдеқайда ауыр иттермен жарысқанда ол көбінесе күшімен, техникасымен және жылдамдығымен жеңеді. Оның аяқ-қолдарының таңғажайып күшімен қатар, тістеу күші де өте күшті. Статистикаға сәйкес, ол 337 килограммға жетуі мүмкін. Бұл барлық иттер арасындағы ең жоғары. Қаңғал иттер табиғаты бойынша батыл және тәуелсіз, өте қырағы және өте қорғанғыш. Олар өз иелеріне немесе өздері танитын адамдарға өте адал. Олар әдетте балалар мен қарт адамдарға мейірімді. Олар бейтаныс иттерге агрессивті болуы мүмкін. Табиғи агрессивті болғандықтан, басқа иттерге шабуыл жасаған жағдайда итті дер кезінде тоқтатпаса, шабуылға ұшыраған ит ауыр жарақат алуы немесе тіпті өлуі мүмкін. Егер иесі оны тоқтатқан жағдайда, бұл иесін тыңдамауы мүмкін. Сондықтан иесі оны күшік кезінен дұрыс бағыттау керек. Және оны басқа иттерді қауіпті шабуылдардан сақтауыңыз үшін дұрыс жаттықтырыңыз. 7. Тибет мастифі. Қарлы тау арыстаны деп те аталатын Тибет мастифі негізінен Қытайдағы Тибет аймақтарында таралған. Сонымен қатар Еуропа мен Америка құрама штаттарында да аз байқалады. Ересек Тибет мастифінің салмағы 45-70 кг, биіктігі 60-72 см, дене ұзындығы 70-82 см-ге жетеді. Тибет мастифі қаһарлы және агрессивті темпераментке ие және қатал, иесіне адал, аумақтық жағынан күшті. Әлі де жабайы, бейтаныс адамдарға агрессивті, стресске өте төзімді, аяз бен ылғалдылыққа төзімді және өте биік өңірлерге бейімделе алады. Тибет мастифінің иесін қорғайтын табиғаты оны көшпелілер үшін ең жақсы қорғаушы ит етеді. Сонымен бірге ол тайпа көсемдері үшін ең жақсы күзетші ит ретінде де танылды. Бұл әлемдегі бірегей аң ит тұқымдарының бірі. Тибет мастифінің тұқымдары бұдан 8.000-10 000 жыл бұрын Цинхай Тибет үстіртінде өмір сүрген жабайы иттер мен қасқырлар болуы керек. Олар Қытайдағы Цинхай Тибет үстіртіндегі шығу тегіне байланысты аталған. Тибет мастифін жақсы көретін адамдар оны шығыстағы киелі ит деп атайды. Тибет мастифінің тағамы негізінен ет болып табылады. Тибет мастифі әртүрлі үй жануарлары мен жабайы жануарлардың еті мен ішкі құрылыстарын жей береді. Сонымен қатар олар арпа, жүгері, бидай ұны, күріш, тары, көкөніс. Тибет мастифтері олардың барлығын жей алады. Тибет мастифінің аң аулау объектілері тышқандардан қасқырларға, барыстарға, Тибет жылқылары мен аюларына дейін. Оның таласу қабілеті өте жоғары және ол қарсыластың полиция бөлімін бір қимылмен өлтіруі мүмкін. Оның максималды тістеу күші 300 келіге жетеді. Бұл оны қатыгез ит тұқымына айналдырады. Үстірттегі зиянкестермен күресу үшін Тибет мастифтері үнемі қырағы және өте агрессивті болуы керек. Қытайдың кейбір қалаларында ірі қаһарлы иттерді, соның ішінде Тибет мастифтерін өсіруге тыйым салынған. Алайда Тибет мастифі сауатты жұмысшы ит және күзетші ит. Ол биік және иттерге тән ортақ артықшылықтарға ие және адал. Алайда Тибет мастифі мойынсыну қабілеті төмен, сондықтан оған қажет жаттығу уақыты ұзақ және жаттықтыру өте қиын болады. 6. Кавказ иті. Кавказ шопан иті Ресейдің Кавказ аймағында пайда болған алып ит. Ол Тибет мастифінен үлкен және әлемдегі ең ірі ит тұқымдарының бірі. Негізгі жүндерінің түстері ашық сұр және қызыл қоңыр. Ересек Кавказ иттерінің биіктігі шамамен 64-75 см, салмағы шамамен 45-80 кг, өмір сүру ұзақтығы шамамен 10-11 жыл. Жүннің 3 қабаты бар, жүні көп және ұзын. Сыртқы қабаты кедір бұдыр, ішкі қабаты жұқа және жұмсақ, құрамында су өткізбейтін жүн қабаты бар. Кавказ шопан итінің денесі күшті, ауруға төзімді, батыл темперамент, байсалдылық пен тұрақтылық, жоғары сергектік, сезімтал интуиция, күшті тұлға, өзіне деген сенімділігі жоғары және иесіне өте адал. Сондықтан мұндай ит үйлер мен аулаларды күзету, виллаларды, қоймаларды, фермаларды немесе жайылымдарды күзету үшін өте қолайлы, бірақ ол жалпы үйде өсіруге жарамайды. Кавказ шопан иті Тибет мастифінің ұрпағы деседі, ал кейбіреулер оны Тибет мастифімен бірге Азияда пайда болған алып мастиф дейді. Дегенмен қазіргі археология жаңа көзқарасты алға тартты. Ол барлық мастифінің тұқымы Ирак пен Месопотамияда өмір сүрген ежелгі иттерден тараған дейді. Кавказ шопан иттерінің көпшілігі балалармен жақсы шығысады. Олар балаларды түсінеді және қасақана тиіспейді. Бірақ олар басынан бастап ересек пен сәби арасындағы қарым-қатынас тұжырымдамасын орнатуы керек. Сонда Кавказ шопан иттері балалармен қатты әрекет жасауға болмайтынын түсінеді. Олардың үлкен денелері бар екенін әрқашан білдіртіп отыру керек. Барлық үй жануарлары сияқты, балаларға кавказдық шопан иттерімен ойнау кезінде ересектердің бақылауы қажет. 5. Лиамбергер иті. Лиамбергер алып ит тұқымы, оның аты Германияның Баден қаласынан шыққан. Мысалы, Фортенбергтік Лиамбергер сияқты, ол 19 ғасырда пайда болған. Бұл Ньюфаундленд иті мен Сент-Бернард итінің будандасып шыққан деп саналады.
Оны күзетші, малды қорғайтын немесе төбешік ит ретінде пайдаланылады. Бұл бағалы ит тұқымы. Лембергерлердің еркегінің бойы 71-80 см, салмағы 54-77 кг. Ал ұрғашы лембергерлердің бойы 65-75 см, салмағы 45-61 кг. Лембергер жоғары жұмыста атқарылатын жақсы денелі ит, дәстүрлі түрде ферма иті ретінде өсіріледі. Лембергер күзетші және экзотикалық жануарлардың қабілеттері үшін жоғары бағаланады. 20 ғасырдың басында Канада үкіметі суда құтқарушы иттер ретінде пайдалану үшін лембергерлерді импорттаған. Бүгінгі күні бұл тұқым Ньюфаундленд ретривері, Лабрадор ретривері және Голден ретривермен бірге ең көп таралған 4 суда құтқарушы ит болып табылады. Сонымен қатар отбасылық ит ретінде пайдаланылады. Лембергер жақсы әлеуметтенген және жақсы дайындалған, өзіне сенімді, шуға сезімтал емес, отбасы мүшелеріне бағынады, балаларға мейірімді, өтіп бара жатқандармен жақсы үйірлеседі, отбасы мен үй мүлкін өздігінен қорғай алады. Ерте әлеуметтену және жаттықтыру үйрету өте маңызды, өйткені бұл үлкен тұқым. Ересек лембергерді бір үлкен тамақпен емес, күніне 2 рет тамақтандыру керек, өйткені ол асқазанның кебуіне және бұралуына келіп арты өлімге әкелуі мүмкін. Бұл тұқымның орташа өмір сүру ұзақтығы 8-9 жыл. 4-ші орын Дания иті. Дания иті неміс мастифі деп те аталады. Әлемдегі иттер арасында Аполлон ретінде қарастырылады. Германиядан шыққан тұқым. Тарихты ирландиялық қасқыр ит және ежелгі Ұлыбритания мастифінен бастауға болады. Дания иті ақылды, батыл және иелеріне адал. Еркегінің дене биіктігі 76-90 см, ұрғашылары 71-84 см, салмағы 50-82 кг. Бұл иттер арасындағы таласкер, оны жаттықтыруға оңай және жоғары қабілетті және мойынсұнғыш күзетші итке айналдыруға болады. Ежелгі заманда аю, қабан, бұғыларды аулау үшін пайдаланылған. Дания иті жұмсақ мінезді, ілтипатты және мейірімді, ақылды және батыл, иесіне адал, ол нәзік алып ретінде танымал. Олар әдетте басқа иттерге жатпайтын үй жануарларына және таныс адамдарға жақсы қарым-қатынаста болады, және олар әдетте шектен тыс агрессияны немесе күшті жыртқыштықты көрсетпей. Тиісті күтім мен жаттығу кезінде олар балалармен жақсы шығыс алады, әсіресе олармен бірге өскенде. Көптеген алып иттер сияқты, Дания итінің ас қорытуы өте жылдам. Бұл олардың күн сайын көбірек энергия мен азық-түлік тұтынуына әкеледі. Оларда ірі тұқымдарға тән кейбір денсаулық проблемалары бар, соның ішінде асқазанның кеңеюі және Дания итінің ең үлкен қатері болып табылатын валвулюс. Іштің ісінуін болдырмау үшін жаттығудан бұрын тамақтан кейін 40 минуттан 1 сағатқа дейін демалу ұсынылады. Орташа өмір сүру ұзақтығы 6 жыл, ал ең ұзағы 14 жасқа жетуі мүмкін. 3-ші Сент-Бернард иті. Сент-Бернард иті Италия мен Швейцарияның батыс альпілерінде туған ірі жұмысшы ит тұқымы. Олар бастапқыда Италия мен Швейцария шекарасына келінген. Альпі тауындағы құтқару оқиғаларымен, сондай-ақ үлкен денесімен және жұмсақ темпераментімен танымал, бұл тұқым қардан құтқарумен әлемдегі ең үлкен супер өлшемді иттердің бірі болып табылады. Бұл күшті денелі және басы сәл үлкенірек ит, оның арғы тегі 2500 метр биіктікте Альпі тауларында өмір сүрген альпілік мастифтер. Бойы 61-71 см аралығында, салмағы 51-91 кг шамасында, жалпы жүннің түсі қызыл, ақ, қоңыр, қара түстері жиірек кездеседі. Иттің осындай түрлері өте жұмсақ мінезді және оңай қолға үйретіледі. Ол иесіне өте мойынсұнғыш және адамдарға кездейсоқ шабуыл жасамайды. Оны құтқарушы ит ретінде үйретуге болады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Сент-Бернард иттері Қызыл Крестке көмектесті және итальяндық таулардағы әскерлерге жүк тасымалдау үшін пайдаланылды. Бұл әскерлер қашырлар мен аттардың бара алмайтын жерлеріне орналастырылды. Барлық ірі иттер сияқты, Сент-Бернард адамдармен және басқа иттермен жақсы араласуы керек. Бұл адамдардың немесе басқа иттердің жақындығына шамадан тыс әсер етпеуі керек. Сондықтан Сент-Бернард иті әлі күшік кезінде дұрыс тәрбиелеу мен әлеуметтенуді бастау өте қажет. 2-ші орын Оңтүстік Африка мастифі. Оңтүстік африкалық мастиф, сондай-ақ бур иті деп те аталады. Оңтүстік африкалық тұқымның үлкен мастиф иті көбінесе отбасылық күзетші ит ретінде пайдаланылады. Оның денесі үлкен, артқы жүні қысқа, сүйек құрылымы күшті, бұлшықеттері жақсы дамыған. Оны Оңтүстік Африка питомниктері федерациясы мойындайды, бірақ халықаралық кинологиялық федерация емес. Бұл 17-ші ғасырдан бері Оңтүстік Африканың үміт мүйісі аймағында қоныстанушылар әкелген ау иттерінен өсірілген ит. Отбасымен және танитындармен жақындық білдіреді, бірақ бейтаныс адамдар үшін қорқынышты.
бойы 63 сантиметрден асатын және салмағы 60-80 килограмм болатын үлкен және күшті күзетші ит. Кеудесі мен иығы кең және бұлшық етті. Арқа жағындағы жүні қысқа және тегіс, сары, қызыл, қоңыр және сұр түсті. Оңтүстік африкалық мастиф батыл болады. Тістегенді және таласқанды жақсы көреді, бірақ иесіне ерекше адал және мойынсұнғыш. Олар жаттығу мен ойнағанды ұнатады. Әдетте кең аумақтарда серуендеуге көп уақыт жұмсайды. Онымен серуендеу кезінде сіз оны үнемі бауымен ұстауыңыз керек және оның айналасына және бейтаныс адамдарға назар аударуыңыз керек. Оның үлкен денесі мен әдеттеріне байланысты оны пәтерде өсіруге ұсынылмайды. Оны ауласы үлкен жер үйде немесе фермаларда бағуға лайықты. Қауіпті ит ретінде оңтүстік африкалық мастиф көптеген елдерде заңмен шектелген. Бірінші британ мастифі. Ол мастиф ретінде де белгілі. Бұл өте үлкен ежелгі британдық ит тұқымы және қазіргі уақытта әлемдегі ең үлкен ит тұқымы. Денесінің биіктігі 70-76 сантиметр, салмағы 79-86 килограмм, өте ірілері 140 килограмм немесе одан да көп болуы мүмкін. Оның дене бітімі сымбатты, сүйектері жуан, бұлшық еттері жақсы дамыған, шабуылдау қабілеті мен қорғаныс қабілеті өте күшті. Арқа жағындағы жүндері қысқа және қалың, түстері алтын қоңырдан қоңырға өзгереді. Беті мен құлақ жағы көбінесе қара болады. Британ мастифінің мінезі агрессивті, батыл және табанды, сабырлы және жүректі, иесіне адал және бұйрықтарға бағынады. Бұрын жауынгер ретінде белгілі болған ең көне ит тұқымдарының бірі ретінде болса, қазіргі кезде Дания мастифімен бірге ақылды алып иттері қатарында болып саналады. Біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдың өзінде-ақ ежелгі Египет картиналарында мастифтердің портреттері болған. Британ мастифі ұзақ уақыт бойы бағындырылғаннан кейін тұрақты болғанымен, ол әлі де қатты шабуыл жасай алады және тамаша күзетші ит болып табылады. Өзінің адал, тұрақты және ақылды мінезінің арқасында ол адамдарға мейірімді, әсіресе балалармен ойнағанды ұнатады. Сонымен қатар оны шетелде отбасылық ит ретінде қарастырады. Ол табиғатты жақсы көреді және жүгіру мен жаттығу үшін көп орын қажет. Сондықтан ол пәтерлерде тұратын отбасыларға жарамайды. Ол ауыл немесе қала маңындағы өмірге ең қолайлы. Оған күніне 2-3 рет тамақ беру керек. Ерінбеңіз. Британ мастифінің орташа өмір сүру ұзақтығы 7 жыл, ал кейбіреулері 16 жылға жетуі мүмкін. Біздің дәуіріміздің бірінші ғасырында римдіктердің Ұлыбританияға шабуылы кезінде британ мастифтері де ежелгі Рим аренасында арыстан жолбарыстармен, басқа иттермен және адам гладиаторларымен бәсекеге түсуге ұйымдастырылған дейді. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.